Уважаемые сограждане, уважаемые международные организации по правам человека, в данный момент на меня оказывается давление со стороны государственных органов. И вот ко мне направлен снова представители местной полиции, которые желают со мной провести какую-то встречу или вывести в не знаю куда. Вот сейчас в ожидании, поэтому все общественные организации по правам человека, просьба помочь мне в этой ситуации. Алмазбек Садырбаевқа қастандық жасау тоқтатылсын. Қазақ шаруаларының құқықтарын ашық қорғауымыз мүмкіншілік берілсін. Шаруалардың мүддесін қорғайтын комиссия жұмыс тобы құрылсын. Қазақ шаруаларының партиясы тіркелсін.